Hello everyone! Сіздермен бірге ағылшын тілі маманы Маржан, және бүгінгі видеода мен сіздерге I think, яғни мен ойлаймын, менің ойымша деген фразаның орнына басқа да түрлі фразаларды қолдануға болатынын көрсетемін, және де 20 фразаны осы видеода қарастыратын боламыз. Ендеше, let's get started! Ағылшын тілінде қарым-қатынасты бастаған кезде, өз ойыңызды айтып бастаған кезде, сөйлеп бастаған кезде I think деп мен ойлаймын, менің ойымша деп бастаған кезде сіз өзіңіздің ойыңызды жинақтап аласыз алдымен бірінші, және екіншіден түрлі I think-тің орнына түрлі аналогтарды қолдану арқылы өзіңіздің тіл байлығыңыздың бар екендігін, сөздік қорыңыз бай екенін көрсете аласыз. Ол үшін келесі фразаларды жаттап алыңыз. Ең бірінші фраза as for me. As for me, яғни меніңше, менің ойымша, as for me. Келесі фраза as far as I remember. As far as I remember. Яғни менің бұрыннан білуімше, менің есімде қалғаны бойынша, as far as I remember. Немесе дәл осылай тек as far as I know. As far as I know. Яғни менің білуімше. As far as I know деп айтып, ары қарай өзіңіздің білетініңізді жалғастыра бересіз. Келесі фраза ол actually. Actually. Негізінен деп біз қазақша бастаймыз ғой, яғни сол сияқты ағылшын actually деп бастайды. Бірақ байқаңыз, абай болыңыз, бұл паразит сөз сияқты. Әрбір сөйлеміңізде actually деп қосып кете беруіңіз мүмкін. Ойыңызды бастау үшін ең қарапайым сөздер well, яғни орысшалап айтқан no деп бастайды ғой, сөйлем сол сияқты. Well деп бастауға да болады. Немесе so, сонымен деп жалғастырсаңыз да болады. By the way, мен by the way фразасын айтуға ұмытып кетіппін. Яғни айтпақшы мен мынаны айтуға ұмытып кетіппін деген сияқты бірдемені ұмытып кетсеңіз бір ойды, немесе сөйлесіп жатқан тақырыбыңызды ауыстыру үшін by the way, айтпақшы деген сөзді қолдансаңыз болады. Келесі бұл да жиі қолданатын фразалардың бірі in my opinion. In my opinion. Менің ойымша, менің пікірімше. In my opinion. Келесі I guess. Менің білуімше, менің ойлауымша, менің болжауымша, яғни I guess. Немесе I suppose. Предполагать. Яғни бұл да менің болжауымша деген білдіреді. I suppose. Ал егер де сіз өз ойыңызға онша сенімді болмай тұрсаңыз, it seems to me like деп бастасаңыз болады. It seems to me. Мне кажется, маған осылай көрінеді деп айтсаңыз да болады. Ал егер де сіз өз ойыңызды ашық айтқыңыз келсе, шындықты айтқыңыз келіп тұрса, frankly speaking, яғни шындығын айтсам, ашып айтсам, открыто айтатын болсам, frankly speaking. Ал қысқаша айтып бергіңіз келсе, briefly speaking деп айтсаңыз болады. Briefly speaking, яғни қысқаша айтатын болсам, егер тағы да шындығыңызды айтқыңыз келіп бара жатса, to be honest, яғни шындығымды айтатын болсам деп бастасаңыз да өте керемет естіледі. Немесе белгілі бір жағдайды, проблеманы айтып бастағыңыз келсе, the problem is that, blah blah blah. Яғни мәселе мына жерде болып тұр деп ары қарай ойыңызды жалғастырасыз. Немесе мәселе емес, мағынасы, сути сол жерде болып тұрса, the point is that деп бастасаңыз да болады. Яғни менің айтайын деп тұрған ойымның, сөйлемімнің мағынасы ол мынада деп бастауға болады. Егер де бір жағымды, қуанышты жағдаймен бөлісіп бастап жатсаңыз, ендеше fortunately, яғни бағымызға орай, сәтімізге орай деп бастауға болады. Ал егер де жағымсыз, сәтсіз жағдайды айтып бастасаңыз, онысы unfortunately, біздің сәтсіздігімізге орай деп бастауға болады. Ал егер де сіз екі жақты да көрсететін болсаңыз, яғни бір жағынан осылай болып тұр, екінші жағынан осылай болып тұр деп айтқыңыз келсе, on the one hand, blah 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 blah, on the other hand, blah 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 blah. Яғни бір жағынан осылай болса, екінші жағынан осылай болып тұр деп таразының екі жағында көрсетіп берсеңіз болады. On the one hand, result, right? On the other hand, my definition of self just lost a huge chunk of its credibility. Және де бүгінге ең соңғы сөз moreover.
одан бөлек оның үстіне оған қоса, яғни өзіңіздің бағана айтып өткен ойыңызға тағы да бір ой қосыңыз келіп тұрса, moreover деп өз ойыңызды ары қарай жалғастыра бересіз. Сонымен достар, бүгінгі видео өз соңына келіп жетті. Сіздер бүгін I think-тің орнына басқа да түрлі фразалар мен сөздерді қолдануға болатынын білдіңіздер. Видео алдағы уақытта сіздердің ағылшын тілде сөйлеулеріңізге, практика жасауларыңызға пайдалы болады деп сенемін. Егер видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар, жазылуды ұмытпаңыздар, және де осы видеомен достарыңызбен share жасауды ұмытпаңыздар. Ендеше келесі кездескенше, bye!